Barchаңызға сәлем. Бүгін сіздермен чак-чак дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, шым-шым тұз және соданың орнына қосқыш қолданып көреміз. Ендеше 2 жұмыртқамызды таза ыдысымызға саламыз. Содан соң шым-шым тұзымызды салып, венчикпен араластырамыз. Жұмыртқамыз кішкене көпіруі қажет, ал миксерлесеңіз аппақ болғанша миксерлейсіз. Бізде осындай масса шығады. Жұмыртқамыз аздап көпіршік болғаннан кейін құрғақ ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып араластырамыз және аз-аздан салып отырып ұн үйлейміз. Чак-чагыңыздың көп болғанын қаласаңыз, осы құрамды 2 есе көбейтіп жасасаңыз болады. Және қытырлақтың тестісіне осы тестіні қолданып жасасаңыз болады. Тестіміз өріліп, өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Осылайша ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Тестіміз біркелкі болған сәттен бастап, қолмен илесеңіз болады. Уақытымыз болғаннан кейін қамырымызды шығарып, ұнның көмегімен жұп-жұқа етіп қамырымызды жаямыз. Қамырымыз жұп-жұқа болуы қажет. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, өзіңіздің қалаған формаңызда пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Және де отымызда қызып тұрған майда тестіміз қызарғанша қуырып аламыз. Майымызды молырақ құйып, чак-чагымызды да молырақ салып қуырсаңыздар болады.
осылайша чак-чагымызды пісіріп аламыз. Және чак-чагымызды араластыруға сироп дайындаймыз. Мен сиропқа мёдты қолдандым. Мёдты водяной баняда осылай сұйық болғанша ертіп және кішкене суытып қоямын. Егер сізде мёд болмаса, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қолдансаңыз болады. Мысалы, сгущенка салуға болады. Және де мёдым суығаннан соң чак-чагымызға құйып, бәрін біркелкі болғанша араластырамыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Және де арасына мейіз қоссаңыз болады. Осылайша біздің дәмді чак-чагымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің видеомды соңына дейін қарасаңыз, міндетті түрде бағалап кетіңіз. Осылайша дайын чак-чагымызды арнайы ыдысымызға салып, үстін қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Мен шоколад қолдандым. Және де үстіне сахарный пудра сеп